9 сынып геометрия пәні бойынша 3-ші тоқсанға арналған тәжірибе тапсырмалары 2-ші нұсқа. Бізде берілгені АБ-сы 3 бұрышы берілген. АБ 5-ке тең. Мына жер 5-ке тең екен. Қайта sayışым жерге. 3 бұрыш беріледі осылай. А, Б, С. АБ 5-ке тең. АЦ 6-ға тең. ВЦ 5-ке тең. Мына бізде тең берілі 3 бұрыш екен. Синус альфаны табуымыз керек. Мына бұрышта альфа деп алатын болсақ, енді осыны табуымыз керек. Олай болса, косинустар теоремасы бойынша, мына 5-тің квадраты ол тең болады 5-тің квадратына қосылған 6-ның квадраты, азайтылған 2 еселенген 5, көбейтілген 6. Көбейтілген косинус альфа болады. Мына жерде 5-тің квадраты 25, тең болады мына жерде 25, қосылған 6-ның квадраты 36, азайтылған 2-ге 5-ті көбейтсем 10, оны 6-ға көбейтсем 60. Косинус альфа болады. Мына косинус минус 60 косинус альфаны келесі жағына өткізсем плюс косинус альфа болады, 60 косинус альфа. Тең болады мына жерде 25, қосылғаны 36, азайтылған мына бізде азайту болып барады, мына жерге 25, азайту 25. Мына мынау жойылады. Сонда 60 косинус альфа тең болады 36-ға. Осы жерден косинус альфаны табатын болсақ, 36 бөлінген 60-ға тең. Немесе қысқартып жіберсек, 6-ға қысқартсақ, мынау 6, мына жерде 10 болады. Тағы да қысқартам 2-ге, сонда мына жерде 3 қалады, мына жерде 5 қалады. Сонда косинус альфаның мәні мынаған тең болды. Косинус альфа дегеніміз ол 3 бөлінген 5-ке тең болды. Енді бізде есептің берілгенде синус альфаны сұрап тұр ғой. Ал синус альфаны табу өте оңай. Косинус альфа белгілеп атымыз. Синус альфа дегеніміз ол бізде 1 азайтылған косинус квадрат альфаға тең. Түбір астында. 1 азайтылған мына косинус 5-тен 3-тің квадраты. 5-тен 3-тің квадраты. Тең болады. 1 азайтылған 25-тен 9 болады. Мына бізде ортақ бөлім 25-ті білгенде мына жерге 25-тен келеді. Сонда мына бізде 25 және 16 болады. Түбір астында. 16-дан 4 шығады, 25-тен 5 шығады. Сонда жауабы синус альфа дегеніміз ол 4 бөлінген 5-ке тең болады екен. Немесе 0,8-ге тең. Келесі екінші есеп бойынша 3 бұрыш берілген А, Б, С. АЦ бізде 5-ке тең, ВЦ бізде 6-ға тең. Синус ветта, мына бізде ветта бұрышы болатын болса, ол 0,4-ке тең. АБ-ны табуымыз керек. Мына АБ-ны табуымыз керек. АБ бізде белгісіз. Олай болса, мына жерде мен былай жазсам болады, 5-тің синус веттаға қатынасы ол тең болады. Мына жерде бұрышты мен альфа деп алсам, 6-ның синус альфаға қатынасына. 6-ның синус альфаға қатынасына. Сонда мына жерде 5 бөлінген синус ветта деген 0,4-ке тең. Тең болады 6 бөлінген синус альфа. Енді осы жерде синус альфаны табатын болсақ, ол 6 көбейтілген 0,4 бөлінген 5-ке тең. Немесе 6-ны 0,4-ке көбейтсек 2,4 шығады. Оны 5-ке бөлеміз. Сонда бізде неше шығады екен? 6-ны қазір. Екі бүтін оннан төрт бөлінген 5. Ол бізде 0,148. 0,148-ге тең. Енді синус альфаны таптық қой. Бізге А-ны тап деп тұр ғой. А-ны табатын болсақ, былай жасақ болады енді. Синус альфаны таптым. Енді косинус альфаны табайын. Осы жерден косинус альфа дегеніміз, косинус альфа, ол бізде 1 азайтылған синус квадрат альфаға тең. Сонда 1 азайтылған, мына бізде 48 бөлінген 100 ғой, соның квадраты. Соның квадраты. Түбір астында. Сонда 1 азайтылған 100-дің квадраты 10 мың болады. 48-ді квадраттайық. 48-дің
2304. 2304-ке тең. Түбір астында. Мына жерде тең 10.000. Мына жерде 10.000-нан 2304 азайтсам, 7696 болады екен, түбір астында. Енді мынадан біздің түбір шығам екен. Так. Так. Енді мен мынаны былай істейші. Түбір астында мынау 7696 түбір астында. Мынаны мен 100 деп шығарайын, яқатлан. Мынадан 100 шығады. Енді косинус альфаны таптық қой. Мұна бізде косинус альфа деген мынаған тең. Олай болса енді біз істейміз. Косинус альфаның мәні ол мынаған тең 7696 түбір астында, бөлінген 100. Енді мына косинустар теоремасы бойынша А-ны таба аламыз, келесі АВ квадрат, ВС квадрат ол тең болады АВ квадрат қосылған АС квадрат азайтылған 2 еселенген АБ көбейтілген АС көбейтілген косинус альфа. Енді осы жерде ВС деген неге тең? 6-ға тең, 6-ның квадраты 36 болады. Тең болады АВ дегеніміз белгісіз. Қосылған АС дегеніміз ол 5. 5-тің квадраты 25-ке тең. Азайтылған 2 көбейтілген АБ көбейтілген 5 ол бізде 10 АБ-ға тең. 10 АБ. Көбейтілген косинус альфа дегеніміз мынаған тең, түбір астында 7696 ғой енді. Бөлінген 100. Сонда мынау менен мынау кетеді. Сонда бізде қалғаны АБ квадрат азайтылған түбір астында 7696 бөлінген 10 АБ. Мына жерде 36-тан теңдік келешен азайту болып барады. Сонда 36-тан 25 азайтсақ минус 11 тең болады 0. Осы жерде кәдімгі квадрат теңдеуге келіпті. Дискриминантқа салып түбірлерін табамыз. Дискриминант тең болады. Мынаның квадраты сонда 7696 бөлінген 100. Азайтылған 44 болады. 44. Қосылған 44 болып кетеді. Сонда 100. Мына бізде 4400-ді қосамыз осында. Мына бізде 12096. Енді АБ-ның бірінші мәні 696 бөлінген 10 түбір астында қосылған. Мынада түбір астында бар, түбір астында бөлінген 2 болады. Немесе мына жерде мына түбір жоқ айтпақшы, мына түбір жоқ. Сонда мынау бізде 7696 түбір астында бөлінген 10 қосылған мына жерде 2096 түбір астында бөлінген 10 болады. Өте бөлінген 2. Немесе ортақ бөлім беретін болсақ, мына жерде 10. Мына екеуі қосылады. Екі. Енді мына бізде тең болады. Тең. Мына 2 бар. Мына 10-ға көбейтіледі. Сонда 20 болады. 20. Бөлшектің алдында мынау қалады. Болды, осымен осы АБ-ның бізде мәнін таптық. АБ мынаған тең болады екен. Сонда АБ дегеніміз ол тең болады осыған. Келесі үшінші есеп.
үшбұрыш берілген. ABC AB 8-ге тең, AC 7-ге тең. Косинус альфа альфаны таптып тұр. Ауданы бізде берілген. Жалпы ана альфаны табатын болсақ, S тең болады AB көбейтілген AC. 2-ден 1 бар, 2-ден 1 көбейтілген AB көбейтілген AC көбейтілген синус альфа. Енді S дегеніміз бізде нешеге тең? 14-ге тең. 14 тең болады 2-ден 1 көбейтілген AB 8-ге тең, AC 7-ге тең көбейтілген синус альфа. Мынау мен мынау қысқарады. Мына жерде 6 қалады. 4 қалады деген 4. Сонда мына жерде 14 тең болады 4-ге 7-ні көбейтемін 28 көбейтілген синус альфа. Сонда синус альфа дегеніміз ол 14 бөлінген 28-ге тең. Сонда синус альфа дегеніміз қысқартып жіберсем 2-ден 1. Косинус альфаны табатын болсақ, косинус альфа 1 азайтылған синус квадрат альфаға тең. Сонда 1 азайтылған 2-ден 1-дің квадраты. Сонда 1 азайтылған 4-тен 1. Түбір астында мына жерге 4-тен берем. Сонда 4 азайтылған 4-тен 3. Немесе түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда жауабы косинус альфа түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең болады екен. Келесі 4-ші есеп. AB C үшбұрыш берілген. AB 5-ге тең, AC 6-ға тең, BC 7-ге тең. Синус альфаны табуымыз керек. Так. Синус альфаны табу үшін былай бетейік біз. Мына жерде мен S тең болады 2-ден 1 көбейтілген AB көбейтілген AC көбейтілген синус альфа. Сонда S тең болады 2-ден 1 көбейтілген AB деген 5-ге тең, 5 жазай бердім. 5 көбейтілген AC 6-ға тең көбейтілген синус альфа. Сонда мынау 5-ге 6-ны көбейтсем 30. Сонда S тең болады 30 бөлінген 2-ге синус альфаға. Сонда 32-ге көбейтсем ауданы бізде S тең болады 32-ге бөлеміз. Сонда 15 көбейтілген синус альфаға. 15 синус альфаға тең болды. S ауданымыз. Енді S-ті қалай табамыз? Ауданды табу үшін мынаған әкеп теңестіруіміз керек. Ауданды табу үшін мына формуланы саламыз деп, алдымен периметрін табайық. Мына қосамыз, 5-ке 7-ні қосам. 7 қосылған 5 қосылған 6 бөлінген 2 тең болады. 5-ке 7-ні қоссам 12, 12-ке 6-ны қосам 18 бөлінген 2, ол тең болады 9-ға. Енді Герон формуласын қолдам. S тең болады 9 көбейтілген түбір астында 9-дан 5 азайтам 4, көбейтілген 9-дан 7-ні азайтам 2, көбейтілген 9-дан 6-ны азайтам 3 болады. Сонда мына бізде 9 дейтінде 9-дан түбір астынан 3 шығады, 4-тен 2 шығады, түбір астында 6 қалып кетеді. Сонда бізде шыққан тең болады 6 түбір асты 6-ға тең болды. Ауданы 6 түбір асты 6-ға тең болды. Енді мына жерге әкеп қоя аламын. Мына жерге әкеп қоятын болсам, сонда 6 түбір асты 6 тең болады 15 көбейтілген синус альфаға. Енді синус альфаны табатын болсақ, синус альфа дегеніміз ол 6 түбір асты 6 бөлінген 15. Қысқартып жіберейін 3-ке. Сонда синус альфа дегеніміз 3 түбір асты 6 бөлінген 5-ке тең. Жауабы синус альфа 3 түбір асты 6 бөлінген 5-ке тең болады екен. 5-ші есеп. Үшбұрыш берілген бізде. VA, VC. VC 5-ке тең. Ауданы берілген. Косинус гамма. Ол бізде, мынау бізде гамма десек,
мынаған тең деп тұр, иә. Енді осы жерде бізде формула бойынша S тең болады 2-ден 1 көбейтілген VC көбейтілген AC көбейтілген синус гамма болады, иә. Синус гамманы табайық. Синус гамма дегеніміз ол бір азайтылған косинус гаммаға тең. Косинус квадрат гаммаға тең түбір астында. Сонда бір азайтылған 5-тен 3-тің квадраты 25-тен 9. Сонда мына бізде 25-тен 16 шығады, иә. Өйткені ортақ бөлім береміз ғой. Сонда 16-тан 4 шығады, ал түбір асты 25-тен 5 шығады, иә. Синус гамманы таптық, енді әкеп мына жерге қойсақ болады, иә. S тең болады 2-ден 1 көбейтілген VC бізде нешеге тең? 5-ке тең. Көбейтілген AC бізде белгісіз, иә. AC белгісіз. Көбейтілген синус гамма. Синус гамма дегеніміз мынау ғой. Сонда 5-тен 4. Бірақ S-ті бізде белгілі ғой. S-ті онда мен 8-ді қойсам тең болады. Мына жерде мына 5-пен мына 5 қысқарып кетеді. Мына жерде 4-пен 2 қысқарады. Сонда мына мен мынау қысқарған кезде 2 AC-ға тең. Сонда енді AC-ны табатын болсақ, AC дегеніміз 8 бөлінген 2-ге тең. Немесе AC-ның мәні 4-ге тең. Жауабы AC бізде 4-ге тең болады екен. Келесі 6-шы есеп. Үшбұрыштың ауданын табу керек екенбіз. ABC AB 6-ға тең, VC 7-ге тең. Косинус ветта деген біздің ветта бұрышы. Ол 0,8-ге тең. Ауданын табу өте оңай. S тең болады 2-ден 1 көбейтілген AB көбейтілген AC көбейтілген синус ортасындағы бұрыш веттаны табуымыз керек. Енді бізде AB бар, AC бар, 2-ден 1 есептің B деген формуладағы синус веттаны тауып алып осы формулаға қойымыз керек. Үшбұрыштың ауданын табу үшін. Синус ветта дегеніміз ол бір азайтылған косинус квадрат веттаға тең емес па, иә? Сонда бір азайтылған косинус ветта дегеніміз 0,8 минус 0,8-дің квадраты. Түбір астында. Ол бізде бір азайтылған 0,164. Ол бізде тең 0,136. Немесе 0,6-ға тең. Сонда синус ветта дегеніміз 0,6-ға тең. Немесе оны 6 бөлінген 10 деп жазсақ болады, иә. Қысқартып жіберсек 3 бөлінген 5. Синус веттаны наған тең? 3 бөлінген 5-ке. Апарып мына жерге қоямын. S тең болады 2-ден 1 көбейтілген AB 6-ға тең. AB VC ғоны бізде. VC 7-ге тең көбейтілген синус ветта 3 бөлінген 5-ке тең. Енді мына жерде 6 мен 2 қысқарып кеткенде 3 қалады. 3-ке 3-тегеден 9, оны 7-ге өтсем 63. Сонда бұл бізде 63 бөлінген 5-ке тең болады екен. Сонда жауабы S тең болады 63 бөлінген 5-ке. Немесе оны 63-ті 5-ке бөлетін 60-ты 12,5-тен 3-ке тең болады екен. Немесе метр квадрат деп жазсақ болады. Келесі 7-ші есепте бізде үшбұрыш беріледі тағы да. A, B, C. AB 5-ке тең, AC 4-ке тең, VC 4-ке тең. Бізде тең бүйірлі үшбұрыш екен. Жазып қойшы. ABC тең бүйірлі үшбұрыш. Синус альфаны табуымыз керек. Синус альфа белгісіз. Мен альфа деп алсам, осы жерде мен косинус альфаны табуымыз керек. Косинус формасы бойынша VC квадрат ол тең болады AB квадрат қосылған AC квадрат азайтылған 2 еселенген мына екеуін қайта жазамыз. AB көбейтілген AC көбейтілген косинус альфа деймін. Енді VC бізде 4-ке тең, 4-тің квадраты 16, қосылған AB 5-ке тең, 5-тің квадраты 25, қосылған AC 4-ке тең, 4-тің квадраты 16, азайтылған 2-ге AB 2 көбейтілген 5, көбейтілген 4, көбейтілген косинус альфа. Енді осы жерде
2-ге 5-ті көбейтемін 10, оған 4-ті көбейтемін 40. Теңдіктің келесі жағына өткізсем плюс 40 косинус альфа болады. Тең болады мына жерде 25 қосылғаны 16, мына бізде теңдіктің келесі жағына азайтылып барады 16. Мына екеуі жойылып кетеді. Сонда 40 косинус альфа тең болады 25-ке. Немесе косинус альфаны табатын болсақ, ол 25 бөлінген 40-қа тең. Қысқартып жіберемін 5-ке. Сонда 5 бөлінген 8. Косинус альфаның мәнін таптық. 8-ден 5-ке тең. Енді синус альфаны табатын болсақ, синус альфа дегеніміз 1 азайтылған косинус квадрат альфаға тең. Сонда 1 азайтылған 8-дің квадраты 64, 5-дің квадраты 25. Түбір астында. Мына жерге 25-тен келеді, 64-тен келеді. Сонда тең болады 64 ортақ бөлім. 64-тен 25-ті азайтам. Сонда 64-тен 20-ны азайтсам 44. 44-тен 5-ті азайтам 39. 39 түбір астында. Немесе 39 дейтінді мен түбір астында 39 қалады, салбы 39-дан шықпайды, 39 бірдің астан 64-тен 8 шығады. Сонда жауабы синус альфа дегеніміз ол 39 түбір астында бөлінген 8-ге тең болады екен. Келесі 8-ші есеп. 8-ші есепте АЦ 3 беріледі. Осылай. АБЦ. АЦ бізде 6-ға тең, ВЦ бізде 6-ға тең. Мынау да бізде тең берілді 3 екен. Синус альфаны табу керек. Мынаны табуымыз керек. Косинус гамманы табыңдар депті. Мына жерде мынаны табуымыз керек. Олай болса, мына бізде ветта, АБЦ тең берілді 3/3. Синус, косинус гамманы табуымыз керек. Белгісіз. Синустар теоремасы бойынша 6-ның синус альфаға қатынасы ол тең болады 6-ның синус веттаға қатынасына. Так. Енді осы жерде 6 бөлінген синус альфа бізде берілген 0,16-ға тең болады. 0,16 тең болады 6 бөлінген синус ветта. Осы жерде синус веттаны табатын болсақ, синус ветта дегеніміз ол 6 көбейтілген 0,16 бөлінген 6. 16 пен 16 қысқарады, сонда синус веттаның мәні бізде 0,16-ға тең болады екен. Осы жерден синус альфаның мәні бізде бар ғой, синус альфа сонда. Синус альфа бізде жаңа есептің берілгенде 0,16-ға тең деп берілген, 0,16-ға тең. Енді осы жерде біз не істейміз әрі қарай? Мына біз білеміз, мына альфа плюс ветта плюс гамманың ол 180 градусқа тең екенін білеміз осы жерде. Сонда мына жерде гамманы алатын болсақ, ол теңдіктің келесі жағында 180 градус минус альфа плюс ветта болып барады. Немесе осының екі жағында мен косинус алсам, косинус гамма ол тең болады косинус 180 градус минус альфа плюс ветта болады. Сонда косинус гамма дегеніміз 180-нен альфа азайтылса, косинус болып қалады, бірақ алдында минус бар. Минус косинус альфа плюс ветта болады. Енді осы жерден бұл бізде косинус гамма дегеніміз, сонда мынау бізде минус, мынаның формуласы қалай еді? Косинус альфа көбейтілген косинус ветта азайтылған синус альфа көбейтілген синус ветта еді. Енді осы жерде косинус альфа дегеніміз ол косинус альфа дегеніміз ол бір азайтылған синус квадрат ветта альфа емес пе, синус квадрат альфа емес пе түбір астында. Сонда бір азайтылған синус квадрат альфа 0,16, оны квадратсақ 0,136 болады түбір астында.
Ол бізде 0,164-ке тең. Сонда ол 0,8-ге тең болады. Косинус альфаны таптық. Енді косинус ветта дегеніміз не? Косинус ветта дегеніміз ол бір азайтылған косинус квадрат веттаға тең. Квадрат веттаға тең. Түбір астында. Сонда бір азайтылған 0,6-ның квадраты 0,136 болады. Ол да бізде 0,164 болады. 0,8-ге тең. Сонда апарып мына жерге келіп қоямыз, косинус гамманы табу үшін. Сонда косинус гамма дегеніміз минус косинус альфа. Ол бізде 0,8 көбейтілген косинус ветта 0,8. Қосылып азайтылған синус альфа дегеніміз 0,6 көбейтілген синус 0,6 тағдайы синус ветта дегеніміз. Сонда косинус гамма дегеніміз ол тең болады минус 0,8-ді 0,8-ді көбейтсек 0,164 болады. 0,164. Мына бізде 0,136. Сонда косинус гамма ол минус 0,164-тен азайтамын 0,136-ны. Сонда 0,128 теңдіктің келесі жағы 0,128 алдында минус бар, минус 0,128-ге тең болады екен. Бізде косинустың таптық, косинус гамма деген сол осыған тең болады сонда, я? Сонда жауабы косинус гамма ол минус 0,8-ге, 128-ге тең, я? Бізде косинус гамма дегеніміз ол минус 0,8-128-ге тең болады. Өйткені бұрыш бізде мынау бұрыш қой бұл. Бұрыш ол оң стандартта теріс мәндетті қабылдайды. Мысалға бірінші шеректе ол косинус альфа оң болғанмен екінші шеректе теріс бұрышына байланысты ғой. Ол бізде бұрыш сұрап тұрғандықтан ол теріс мәнге тең бола алады, мына бұрышымыз.